Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 30 минуттың ішінде дайын болатын, салмасына көкжуа қосылатын қаттама нанды жасап көрсетемін. Қатпарлы, жұп-жұмсақ, жасалу жолы өте ерекше болып келетін нанды менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп алуымыз қажет. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, 2-3 қасықтай сұйық май және де тұзды су қажет. Осылардың барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды керегінше қолданасыздар. Біздің қамырымыз жұмсақ, бірақ та қолға жабыспайтындай болып шығады. Қамырымызды илеп алдық, енді оның бетін жауып 30 минут демалдыратын боламыз. Осы аралықта біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге укроп және де көкжуа қажет. Осыларды майдалап турап, ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Жарты сағаттан кейін тынған қамырымызды алып, дәл видеодағыдай екіге бөліп, өзімізге ыңғайлы қылып, майда бөлшектерге бөліп шығамыз. Оларды дөп дөңгелек қылып шығуымыз керек. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Барлық қамырымызды дәл осылай дайындап шығамыз. Дөңгелек қылып шыққаннан кейін сұйық майға батырып алып, тәрілкеге біртіндеп жинай береміз. Барлық қамырды дәл осылай жинап шығамыз. Жинап алғаннан кейін бетін салафанмен жауып, 15 минут демалдырамыз. Тынған қамырымыздың біреуін алып, дәл видеодағыдай жұп-жұқа қылып, дөп дөңгелек қылып жайып шығасыздар. Содан соң бізге ертілген сары май қажет болады. Оны алдын ала дайындап қойыңыздар. Жайған қамырымызға сары майымызды жағып шығамыз. Содан соң укроп пен көкжуамызды салып, дәл видеодағыдай орап, міне көріп тұрсыздар. Барлығын дәл осылай орап шығасыздар. Кезекпе-кезек барлық қамырымызды дәл осылай жасап шығасыздар. Немесе салмасына жуаны салмай-ақ, тек сары майымызды жағып, орап шықсаңыздар да болады. Яғни ол өз еріктеріңізде. Барлығын орап шыққаннан кейін дайын болған қамырларымызды тағы да 10 минут демалдыруымыз керек. Содан соң міне видеода көріп тұрсыздар. Тынған қамырымызды жаю оңайырақ болады. Жұқа қылмай, дәл видеодағыдай жайып шығасыздар. Барлық қаттаманы дәл видеодағыдай жайып дайындап аламыз. Содан соң газге табамызды қойып, орташа отта қыздырамыз.
қызған табаға азғантай сұйық май жағып, қаттамамызды салып, екі жағынан қызартып пісіреміз. Міне видеода көріп тұрсыздар, аударған сайын сұйық май жағып отырамыз. Барлығын кезекпе-кезек дәл осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің жұп-жұмсақ қатпарлы қаттама нанымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдыра кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат.